айтшы. Істеп жатсың, сен өзің, сен Әлшер айтып жатсың, ұялмайсың ба деп Нұрдәулетке айтып жатсың да, сен спросың бар, Нұрдәулеттен емес, қасыңда қыздан алу керек еді негізі біріншіше. Сенің қасыңда, сеніп отқан қызың осындай нәрсе жасап отыр да, негізі сондай балаусақан қазір қыздардың бәрін түсінбеймін. Қолы жетіп алады да, іштері пыса ма, білмеймін, бақытты өмірді сүре алмайсыңдар ма сендер? Іштерің пыса ма? Не, ішің пысып отыр ма біреумен конфликтке түсесің? Мысалы, екеуміз де жақсы араласамыз, екеуміз де құшақтас амандасамыз, бірақ менен қызғанбайды. Не үшін Нұрдәулеттен қызғанады, сен өзің ойланып қарау керек едің. Не үшін Нұрдәулеттен қызғанады? Значит, сен сондай бір повод бересің қызғанатындай. Нұрдәулет те енді жаңағыдай айтып жатыр да, білмеймін енді сен ақ кетуің керек бүйтейін. Енді уақыт енді болды ғой, 1 жыл болған жоқ. Сырға сағанына 3 ай болды. Енді уақыты енді келіп жатыр. Сенікі де бір андай бір арасынан кіріп жатыр да, ол жағаласып ше. Ертең бұның арты жақсы болмайды мысалға. Нормально тойға келатқан отбасыны қазір екіге айыр жіберетін болсаң Нұрдәулет, сен де бір халықтың көзінше жаман болып қаласың. Жоқ, қарашы. Сенің екеуің, аягөз екеуіңнің арасынан қанша не қылсаңдар да ештеңе шықпайды бәрібір. Жоқ, мен бірдеңке шығады деп жатырмын ба, Нұржан, сен қызықсың. Жоқ. Мен мына жерде алып ішіп, Нұрдәулетті жақсы көремін, сүйемін. Мен кінәм не? Мен жай ғана былай шашын ұстағанымда болып тұр ма? Барлық кінәм сонда. Жай ғана шашын ұстайсың. Нұржан, артық кетпе қазір. Мен туралы өйтіп, мен сырғалым атанған қыз екенімді білемін. Мен өз жөнімді білетін адаммын. Бірақ ол жерде бір түймедейді түйедей қылып көрсетіп жатқан, мына жерде Әлішер өзі қызғанып, сондай нәрсені жоқ, қараса енді, сен астын сызып кетіп айтып жатсың да, сырғалым атанған қызмын деп. Неге сырғалым атанған қыз болсаң, неге өз түйсігіңмен ойланбайсың сен сонда? Сонда ешкімге тимей бітіп жүрейін ба сонда? Сен бізбен де әзілдесесің ғой. Сен бізбен де әзілдесесің ғой. Бірақ сен Нұрдәулетпен қызғанатындай повод беріп жатсың бұл жерде. Көріп отырсың ба? Сондай повод беріп жатсың сен. Сен бізбен әзілдесесің. Сен шашын ғана ұстадым дейсің. Сен рубрикада айтасың. Сен де еркек атаусың ба? Нұрдәулет те еркек атау. Если қызғанатын болса, бүкіл еркектен қызғансын. Былай деп ойлаймын, андай Әлшерге қарай бұл андай бір манипуляция ма, қандай, қалай айтады орысша? Сондай нәрсе істеп жатсың, сен уже көрдің ба? Нұржан, сөзіңді аяқташы тез. Нұрдәулет. Нұржан, сен айтып жатсың ғой, басқа жігіттермен де осылай амандасып, не үшін Нұрдәулеттен именно қызғанады депші. Мен ойлаймын просто, Әлшер өзіне мен конкуренция көреді. Әлшер конкуренция көреді и қызғанады, өзін менен төмен санай ма, мүмкін. Жоқ, конкуренция. Я, бүйтіп Жаңағы сырғалым деген әңгіме айтып жатсыңдар ғой. Осы жерде көріп жатсыңдар, не бір жағдай болып жатыр. Қанша жерден сырға салып қойып, ұсыныс жасап жатқан жігіттер мен қыздарды айырылысып кетіп, басқа жігіттерге байға тиіп кетіп жатыр, мысалшы. Енді бір адам сөйтіп істе дегенде осы жердің арасына түспейтін шығарсың, нешен шілей? Қатты кетіп жатсың ғой кәдімгідей. Мен негізінде кеше осы жерден нормально сөйлесіп кетуге болатын еді. Просто Әлшердің өзі Нұрдәулеттерде ұят жоқ екен. Мен ұятым жоқ болып, мен өзім барып жабысып жатырмын ба? Жоқ, екеулердің арасынан аягөзді алып кетіп, басқа бір әңгіме айтып жүрмін ба? Шет жағасынан деген. Жоқ, негізі Әлшер точкасын қойды негізше. Сен енді ер азамат болғаннан кейін, негізі тойға келатқан жұрт болғаннан кейін өзің тартынуың керек едің. Әлшер дұрыс түсінбей қалады, сен өзің тартынуың керек едің деген әңгімені айтты. Сол әңгімеден кейін ары қарай бұл әңгімені қатты қозғаудың керегі жоқ. Сен өзің еркек ретінде Әлшерді түсініп, сен өзің кете салуың керек еді. Болды. Сен ары қарай өзің осы темаға кіргің кеп бір, осы теманы қызық көріп өзің бастап отырсың ғой Нұрдәулет. Қандай қызық көрді, Нұржан, кішкене ойланбайсыңдар ма? Әлшер негізі сенің науың бар ғой, вообще дұрыс емес сен. Кішкене жақсы ересек адамның миында ойланатын болсаң, сенің сырға салып қойған қызыңды негізі басқа біреуден қызғану, тем более осы жерде отырған досыңнан қызғану кішкене бір ерсіз деп ойлаймын. Мысалға бізді қатысушылар біледі, Нұрдәулет пен Аягөздің бірге сөйлесіп тұрған, жеке сөйлесіп тұрған, немесе біз ондай байқамағанбыз негізі. Ана жерде бәрі әзіл болды. Аягөз айтты, Нұрдәулет деп айта салды жай ғана. Мүмкін қызғандырғысы келген шығар деген сияқты, бірақ та екеуінің сөйлесіп тұрған, жеке қалғанын көрмегенбіз. Одан кейін кешесе өзің бастадың Нұрдәулетке. Саған негізі артық әңгіме айтылмаған Нұрдәулеттің тарапынан. Сен тұрасың, сен ұятың жоқ екен дей саласың. Мүмкін сен өзіңнің ауырып жүргенің шығар, білмеймін сенді ол жағын, бірақ та сенің мынауың түймедейді түйедей қылу. Бір жағынан бағанағы Нұрайдың әңгімесінде, Нұрайдың әңгімесі болды ғой осы жерде, қызғандың сен Нұрайдан деген, сен ол жерде Нұраймен вальс билегенсің осы жерде. Аягөз жоқ бала кезінде Нұраймен вальс биледің, одан кейін қызғанатын жөні болды. Ал сенің қызғанатын ретің емес Әлшер. Жоқ, мен өйстіп сөйлейтіндер бар ғой жаңағындай, өйстіп ақыл айтатындар, именно жігіттердің тарапынан да андай, типа қызғанатын жөнің емес деп. Значит, сен өміріңде әлі жақсы көріп көрмегенсің адамды ше. Жақсы көріп көресің, қасыңда бір қызың отырады, и бір сенің қасындағы досыңның сөйтіп шашынан ұстап сөйтіп отырса, білмеймін енді, сен сол кезде көресің. Сен қара, Сөзін аяқтасыншы. айта салайыншы, сен сол кезде
аягөз айтқан болатынсың, бұл қызғанатын нәрсе емес сенің, вальс билегеннің өзі. Ал шашын алсаң сонда сен үшін қызғанатын нәрсе болып тұр ма? Сол кезде сен өзің эгоисттігіңмен алып кеттің ғой. Енді аягөзге неге айтып жатсың енді сен? Ол Кішкентай кемедей эгоистпен алып нәрсені кеттің. Жақсы, сен жақсы көресің, оған күмәнім жоқ, жақсы көретініңе. Бірақ та сен айтасың, қара, өзіңнің әйеліңе болашақ сырға салып қойған қызыңа сондай әңгімелер айтасың. Сен Нұрдәулетпен сонда мені ауыстырғың келіп жүр ма? Екеуің сонда қатты әңгімелер айтасың да ше. Ол қыз баласына ауыр Алишер. Прямой сұрақ қойшы, сен де бір үлкен ер азаматсың ғой уже. Мысалы, тура осындай моментте сен қалай реакция бересің? Сондай бір дүниемен келеді да, екеуі көз қарасып қалады. Екеуі бірге билеп қалады, пастапам кетіп жатыр. Одан кейін жаңағыдай шашынан ұстап қалады. Жаңағыдай бір екі момент екеуі жақсы бір сөйлесіп қалады. И соңында сенің сияқты рубрикаңда Нұрдәулет деп айтады. Конкретно шыныңды айтшы, ер азаматсың ғой. Енді қара, сен неге былай өмірде сұрамайсың? Эфирден тыс неге сұрамайсың? Нұрдәулеттің жанына келіп, Нұрдәулет, саған келіп жүр ма? Аягөз сен неге өйтіп жатсың деп неге сұрадың ба сен өмірде? Сұраған жоқсың. Сен келдің де ортаға келдің де былш еткіздің. Біз сөйлескен шығармыз. Неге? Аягөздің жауабы қандай болды, айтшы? Ақталды ма саған? Бекзат, оны сізде бізде көріп отырмыз. Себебі Аягөз бұл тарапта айтып тұр, қызғанатын ештеңе жоқ деп тұр. Жақсы, мен болдым жаңағы Нұрдәулетпен оғаш көрінсе, мен ештеңе жасамай ақ қояйын деп отырған жоқ. Қызғанатын ештеңе жоқ қой дейді. Соған Алишер одан сайын ашуланады. Неге ештеңе көрмейді, яғни ол әрі қарай араласқысы келіп тұр ма деген сияқты өрбіп кетіп тұр. Бұл жерде мен ойлаймын, екеуіңіздің де жаңағы эгоңыз өзіңіздің ситуацияны бөлек көріп тұрсыздар. Дәл сондай ситуация болып. Осыған негізі дұрыс айтасыз, просто менің сәл қынжылып қалған момент, мысалы кеше айтылды ғой, бірақ Аягөз вообще менің тарапымнан қалай сөйлеп жатқан жоқ та, андай чисто жоқ, менікі дұрыс деп андай Нұрдәулеттің сөзін сөйлеп баратқанда мен жаным күйіп барады да негізі. Ал менің тарапыма мен әшейін бір левый адам сияқты болып қалып жатырмын, түсінесіз? Қазірдің өзінде солай да, онда тұрған не бар, анау мынау деген сияқты қылып отыр да андай бір. Осыған осы жерде қосыла кетсек бола ма? Енді білмеймін, енді Аягөзді мен шынымен танымай отырмын. Қазір бүлдіретін нәрсенің барлығын бүлдіріп алып, тойған қоздай отырсың да негізше. Уже сен қазіргі сәтте қонарын сай ұшарын жел білмей отқан адам сияқты Аягөз негізі. Өйткені Алишер қаншалықты тұрғыда жақсы болған сайын адамды табиғи түрде жалығуға болады екенінің бірден бір кепіл Аягөз болып отыр өйткені. Алишер қанша веселый болса да сен неге күле бересің деп бір айтуы мүмкін. Сен неге жақсы болсаң сен неге мені қызғанбайсың деуі мүмкін. Қызғанса сен неге қызғана бересің деуі мүмкін. Енді білмеймін, таза жалыққан қыздың әңгімесі деп ойлаймын болды. Өйткені өзі отыр, тойған қоз ұқсап, мен не істейсің, мен ұстадым, не болыпты? Аягөз, сен бұндай қыз емес едің ғой негізі. Саған не болған? Көз тиді ма, или сөз тиді ма? Біреулердің ортасына жүрсің ба сен? Не болып кетті саған негізі? Мен танитын Аягөз негізі мүлдем бұндай болмайтын. Қазір екі қойың бір сом, ешкің тегін деген сияқты отырсың негізі Аягөз. Бұндай нәрсе болмайды. Екі жігіттің ортасына сәлде болсын іріткі салып отқан негізі барлығының барын повод беріп отқан Аягөз деп ойлаймын мен. Негізі Ернар қыз баласын өйтіп ауыр айтудың қажеті жоқ. Бұл жерде ірітпе деп айтатындай бір ондай нәрсе болып та жатқан жоқ, ортамызға от салатындайшы. Просто Әлшер өзі бір түймедей нәрсені түйедей қылып жатыр. И айтатын нәрсем жоқ, Нұрда қарашы, Нұрда, сен негізі, мен білетін Нұрдәулет негізі өте сол жігіттіктің сана биігінде жолығатын, бағанағы түсінік бойынша қыз бен жігіттің арасындағы ара қатынас, дос пен жігіттің барлығын ара жігін ажырататын жігітсің негізі сен. Бірақ сен де қазір білмеймін, қай арнада жүргеніңді түсінбей жатырмын ше. Аягөз барып, сен не істейсің оның шашы мысалға? Аягөз кімнің? Алишердің шашы бар. Неғып соны ұстамайсыңдар сендер? 41 қалды ғой, уже үйленесіңдер. Не болып кетті? Соны түсінбей жатырмын. Жаңа Ернар сен айттың ғой, жалыққан қыздың ісі деген сияқты ше. Өйткені мен біразың көзіне солай көрініп отырған сияқты. Конечно жалғат, мен құптап тұрмын оны. Жалғат, өйткені сырға салады, бір жыл жүреді, еще неға келіп отырып алады. Конечно қызғанатын нәрселер болады. Егерде бар ғой, егерде мен тағы айтайын, өзің кешеден бастап айтып жатсың ғой маған, ұятың жоқ, анау мынау Нұрдәулетті дым түсінбеймін деген сияқты. Мен сенімен негізі жақсы араласатынмын, мен саған бүйтіп айтайын. Егерде сен енді ауырып жүрсің ғой, енді деніңе енді саулық тілеймін. Сен тағы да бір-екі күнге емделуге кететін болсаң, точно қызыңнан айырыласың сен. Бопты, я. Мен бұндай әңгіме үшін маған даже қызықты емес. Мен бірақ мына нәрсеге айтып кетейінші. Халықта да көп сөйтіп жазып жатыр екен. Тепен сен сырға салып қойғаннан кейін не істеп жүрсің, анау мынау деген сияқты қылып ше. Біріншіден, бізде қазақта үйлену оңай, үй болу қиын деген сөз бар. Дұрыс па? Біріншіден, мен сол қағиданы ұстанатын адаммын. Өмірде неше түрлі дүниені көріп жатырмын. Мен кейінгі кезде де айтқам, менің әке-шешем ажырасқан мысалы да. Менің басты принципім, мен болашақта сол дүниені қайталамау. Менің балаларым сол дүниені көрмеу. Менің бірінші принципім. Екіншіден, мен қазір мысалы жаңа айтып жатқандай, көріп жатқанымдай, мен ойбай болды, мен сырға салып қойдым, или там болды, мен ғашық болып қалдым деп үйленіп кетіп, ертең 1-2 айдан кейін ажырасып отырғым да келмейді. Мен сол дүниені мен айтқам, асықпай, баппен, ақылмен ойланып барып жасауым керек. Жоқ, Әлшер, сен онда бар ғой, онда сен жұп болып жүре беруің керек еді та.
сен не үшін сырға саласың? Ертең мысалы саған қыздың бір жағынан жаңағы бір қырлары ұнамай қалып, екеуіне тоқтап қалса, сырға салынған деген ат кімде қалады? Қызда қалады, дұрыс па? Нұрдәулет, мен әр нәрсені мен ойланып жасайтын жігітпін негізінде. Сен біріншіден сен мені танимын деп жатсың ғой, араласамын деп жатсың, дұрыс па? Бірақ сен мені жақсы танымаған екенсің. Мен саған айтайын, бауырым. Андайда мен жаңа айтып кеткендей, Балауса ханым, любой нәрсені ақылмен біріншіден ойланып, саралап жасаймын. Мысалы, сен айтып жатсың, кешеде саған сұрақ қойылды, үміткер келген кезде, сен неғып талабың ондай негіз. Мен өзім білемін ғой, әркімнің талабы бар ғой деген сияқты. Тура сол сияқты. Менің де идеям, менің де планым бар шығар. Может, сен қайдан білесің, может, бір аптадан кейін үйленейін деп жатқан шығар. Мысалы да, тоже ондай әңгіме керек емес, сен сырға салып қойдың ғой, бүйтіп қойдың ғой деген сияқты. Менің бір идеям, бір планым бар шығар. Менің түсінбей жатқаным бұл жерде, Алишер, сен бағана айтып кеткен сөзің бар ғой, мен кейіннен бір айдан кейін ажырасып отырғым келмейді. Сонда сен әлі күнге дейін Аягөзге не уверенсің ба? Жоқ, мәселе ол. Не уверенсің емес. Әйелің бола алатын. Кім? Бекзат. Білмеймін енді, сендер қалай ойланатындарыңды сен сондай атсызға тастап кеттің Алишер бағана. Жоқ, енді Аягөздің өзі бас изеп отыр қазір. енді басы солай изейді ғой, маған қарсы шығып жатқан адам ғой. Менің бүкіл сөзім солай Алишер, сен мына шығады. жерде былай айтып отырсың да, мен қазір бір не то қылық жасап қалсам, мен сені тастай саламын деген сияқты бір сондай бір мағынаға келіп қалды да. Бұл жерде қазір халық не ойлайды, сен мүмкін дұрыс емес жеткізе алмай жатқан шығарсың. Сондықтан бір ойыңды тиянақтап, дұрыстап айтқанды қалайтын едім мына жерде. Осыған осы жерде Бекзатқа жауап бере кетсек болады Гауһар ма? ханым. Мына жерде мен ешкімнің сөзімен келіспеймін. Алишер, сен мүмкін Аягөзге көңіл бөлмей жүрмін деп өзіңе өзің сұрақ